Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бүгін осы сумочканы тігетін боламыз. Ол үшін бізге қайшы, сызғыш, бор және мен ілек алам 17-де 5-те 24 және 5-те 7 ортасында ізгейіп алдында көрсеткем сіздерге алдыңғы сабақта. Жаңа бетіне жабыстыратын мата, паутинкамыз бар. Паутинка бізге көбірек керек болады. Астар мата и арт жағына қоятын и ортасына фетр керек болады. Беткі матаға біз паутинканы жабыстырамыз, содан кейін оны фетрге қойып жабыстырамыз, кесіп аламыз. Мінекей бірінші фетр матамызды сызып аламыз. Фетрді айттым сіздерге кішкене азырақ кесу керек деп, сол үшін үстіңгі жақтан жоғарғы төмен қарай 1,5 сантиметр кем сызатын боламыз. Мінекей екеуін сондай бірдей қылып сызып алдық. Основной лекаладан 1,5 сантиметр кіші. Мынау жанына қоятын матамыз, ортасы 7, екі жақ шеті 5. Астар матаға паутинканы қоямыз, ортасына фетр қоямыз, содан кейін үтіктеп жабыстырып аламыз. Кейін ғана барып астар матасын кесетін боламыз. Содан кейін беткі жағына қайтадан паутинка қойып, основной матамызды жабыстырамыз. Бәрін бұл жерде бутерброд жасаймыз. Мен беткі жағына әлі тіккен жоқпын, тек қана астарын жабыстырып қойдым. Ішіне қалта жабыстырайын деп ұйғардым. Сол үшін бірінші қалтамызды тігіп аламыз. Содан кейін барып беткі бетін жабыстырамыз. Бір қолмен камера ұстап тұрмын, сол үшін кішкене ыңғайсыздау болып тұр. Енді мен өзім логотипімді обязательно жабыстырамын. Ал мына енді арт жағына паутинканы қалай мен жабыстырамын сіздерге көрсетейін деп тұрмын. Паутинка матаға қоямыз, одан кейін жаңа үстінде бутербродымызды қоямыз. Обязательно бетіне марлы қойыңыздар, өйткені паутинка шығып қалса, ол үтікке жабысып қалады. Осылай жабыстырып алғаннан кейін барып кессеңіздер өте ыңғайлы болады. Керекті матаңызды ғана. Әйтпесе не кіші, не үлкен болып қалады. Екі жұмыс болып шығады. Сол үшін жабыстырып алып кескендеріңіз дұрыс. Кесіп үтіктеп алдық. Енді шектерін оверлоктаймыз. Мына жерде қазір көрсеңіздер, кішкене складка болып кетті. Не үшін? Өйткені паутинка барлық жерінде жабыспаған. Сол үшін паутинканы полностью матаның бойымен бірдей қылғандарыңыз дұрыс. Сол кезде әдемі болып теп-тегіс болып складка болмай шығады. Оверлоктап алдым мен шетін. Сіздер бейкамен тігіп алсаңыздар болады. Оверлоктарыңыз жоқ болса, бейкамен тігіп. Мінекей енді біз жандарын тігеміз. Центрмен центрді қосамыз. Центрдан екі жақ қарай тігетін боламыз. Закрепка беріп отырып тігеміз. Бұрайтын жерін әдемілеп тіккендеріңіз дұрыс. Қазір біткенін көрсетейін. Екені бір жақ шетін тігіп алдым. Центрдан солға қарай енді қазір оң жағын тігетін болам. Ыңғайына қарайсыздар. Жаңа беткі жағына қойып тігесіздер, не болмаса ар жақ бетіне қойып тігесіздер. Мінекей инемен центрларын белгілеп алдым. Сол центрді центрге қою арқылы тігеміз. Сол кезде екі жаққа да бірдей болып әдемі тегіс тігілетін болады. Инемен инені түйрейсіздер. Әрқашанда центрдан бастаймыз. Инемізді қойып алдық, содан кейін барып инелерді алып тастадық. Осылайынан тігіп шығамыз. Бір жағын тігіп алдым. Енді оң жақ қарай тігетін болам. 1 сантиметр тіске беріп, оверлоктан кейін 1-2 миллиметр солға қарай жүріп тіге берсеңіздер болады. Мінекей іші осындайды жасасаңыздар болады. Негізі мына жерін сыртына әдемілеп. Болды, сумочкамыз дайын болды. Енді келесі сабақта осының замогы мен ремешогын қалай тігу керек екен, соны көрсететін боламын. Әзірше осы видеоға комментарий жазып, подписка жасап, колокольчик басып қойыңыздар. Сол кезде бірінші болып мен видеомды көретін боласыздар. Достарыңызбен, таныстарыңызбен видеомен бөлісіп қойыңыздар. Пайдалы ақпарат болсын, байыса, қазағым байысын. Видео пайдалы болды деген ойдамын.
көптен бері видео салмай қалдық. Тағы да видео салып тұратын боламыз. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Айгерім Айтмұхамбет. Сау саламатта болыңыздар.